Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін дәл осындай өте әдемі шашбау жасап үйренеміз. Алдымен лентамызды аламыз. Менде репс лентасы. Екі бүктеп қайырып, бұл бізде ортасын анықтау үшін. Екі шетін зажигалкамен өңдейміз. Енді дәл видеода көрсетілгендей, екі шетін ортаға қойып бантикті жинаймыз. Ленталардың өлшемін описаниеге жаздым. Енді салпыншақтарымызды дайындайтын боламыз. Алдымен гүл тәрізді негізімізге кішкентай салпыншақтарымызды кигіземіз, кішкентай сақиналармен. Дәл осындай бір бантикке бізге екеу керек болады негіз дайындауға. Біріншіден барлық 5 тесігін жабатын боламыз. Екінші салпыншақты екі шетінен 4 тесігін жауып, ортасын ашық қалдырамыз. Орталарына дәл осындай стразы таңдадым. Лентамыздың түсіне сәйкес. Енді осы екі негізді бір-біріне қосатын болам. Ол үшін ортасына кішкентай цеп алып, цеппен қосатын боламыз. Мұнда примерно 5-6 колечкадан құралған цеп. Мінекей осылай біздің шашақтарымыз дайын болды. Енді бұны біз бантикке жалғайтын боламыз. Ол үшін ине жіптің көмегімен орнататын болам. Шашақтарымызды орнатып болдық. Мен видеода резинканы жабыстыра салдым. Себебі уақыт менде аз болды. Тез дайындау керек болды. Кейін мына резинканы жабыстырғасын, бұны да ине жіппен біраз тігіп өткен жақсы. Сонда бұл барынша ұсталынып тұрады, кейін түсіп қалмайды. Енді бантиктің дәл ортасына осындай кристалл тамшы тәрізді тас таңдадым.
осылай дәл осы техникамен екіншісін де дайындап алдым. Осымен біздің шашбауымыз аяқталды. Тез әрі оңай жасалады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Қайталап көрсеңіздер болады.